Bir dеревняда кішкентай қыз бала тұрыпты. Ол өзі сондай сүйкімді екен. Тіпті бүкіл әлемде бұдан әйбат бала болмапты. Анасы оның жанындай жақсы көріпті. Ал әжесі одан да көре аялапты. Немересінің туған күнде әжесі оған қызыл телпек сыйлапты. Кішкентай қыз жап-жаңа әдемі телпегін басынан тастамай киіп жүретін болғандықтан, оны қызыл телпек деп атап кеткен. Әне, қызыл телпек келе жатыр. Қызыл телпек келе жатыр. Қызыл телпек, сен үйге келші. Мына Гүлшемен бір құмырамайды әзірлеп қойдым. Соны әжең апарып беріп, денсаулығын біліп қайтсаң жақсы болар еді. Жарайды. Мен қазір дайындалып, әжеме барып қайтайын. Ай, алақай жақсы болды ғой. Әжеме деревняға барамын. Қызыл телпек осылайша жолға шығып, орман ішінде келе жатады. Бір кезде қарсы алдынан қасқыр жолығады. Қап, мына қызды жек қойыр едім әбә. Ана отын кесіп жүрген отыншылар болмаса, енді өзінен жөн сұрайын. Кішкентай қызды, қайда барасың өзің? Әжеме бара жатырмын. Оған апам пісірген мына күлшенан мен бір құмырамайды апарып беремін. Әжем қайда тұрады? Әжем өте алыста тұрады. Анау дерменнің ар жағындағы деревняның шеткейінде тұрады. Жарайды. Онда мен де сенің әжеңе барып шығайын. Мен мына жолмен жүрейін, сен анау соқпақпен кет. Қайсымыз бұрын бірер екеміз? Қасқыр осыны айтып ең төте жолмен барынша жорта жөнеледі. Ал қызыл телпек болса асықпай бұраң жолмен аяңдай береді. Жолшыбай әлсін тоқтап гүл тереді. Қызыл телпек болса әлі дерменге жетіп үлгірмеген екен. Ал мен төте жолмен лезде кемпірдің үйіне жеттім. Енді осы үй болар. Есігін қағайын. Бұл кім есік қағып тұрған? Бұл мен, немереңіз қызыл телпекпін. Мен сізге қонаққа келдім. Күлшенан мен бір құмырамая келдім. Айналайын кішкентай қызым. Қызыл телпегім екенсің ғой. Әжең науқастанып жатыр. Жепті тартып қалсаң, есіктің ілгегі ашылады. Кіре ғой қалқам. 3 күн бойы нәрді атқан жоқ едім. Әбден ашықтым. Мына кемпірді бас салып, бірақ жұтып алайын. Содан кейін кемпірдің төсегіне жатып, қызыл телпектің келуін күтемін. Болғым? Бұл әжемнің өзі болар. Суық тиіп дауысы қарылып қалған ғой. Бұл мен, немереңізбін. Қызыл телпекпін. Сізге күлшенан мен бір құмырамая келдім. Айналайын, ауырып жатырмын. Жіпті тартып қалсаң есіктің ілгегі ашылады. Кіре ғой. Қызыл телпек, күлшебін құмыраны сандықтың үстіне қойды. Өзің менің қасыма жата қойшы қарағым. Әбден шаршадым ғой, келе ғой. Қазір әже, қазір. Қасыңа жатамын. Әже-ау, қолыңыз неге осынша үлкен? Сені қаттырақ құшақтау үшін болам. Әже-ау, әже, құлағыңыз неге осынша үлкен? Жақсырақ есту үшін балам. Әже, көзіңіз неге осынша үлкен? Жақсырақ көру үшін балақай. Әже, түсіңіз неге осынша ірі? Seni tezlik çalmalısın babam.
Gençak zalim kaskır onu bas salıp basınдағы telpegimen qosa qılgıtıp saldı. Ayda kızın dağıtına qaray dәл осы кезде үй тұсынан иықтарында балталары бар отыншылар өтіп бара жатыр еді. Олар айқай шуды естіп үйге жүгіріп келді де қасқырды өлтіріп дереу оның қарнын жарды. Одан қызыл телпек пен әжесі шыға келді. Айналайын. Екеуі де дін аман, баяға қаз қалып екен.